Міне мен бүгін өзіме есеп беру ретінде мына кестелерімнен видео түсірмекшімін. Мынау кезінде стекляруспен кестелегем, және ұсақ моншақтармен. Бұл да бітпей тұр, өзінің кезегін күтіп тұр. Одан бөлек мынау пайеткамен кестеленген павлиннің кестесі, бұл да бітпей тұр. Бұның размері өте үлкен. Және мынау павлин, бұның размері кішілеу, 30-да 40 болады ау деймін. Бұл да бітпей тұр, бітуге шамалы ғана қалды. Бұл да өз кезегін күтіп тұр, өте ұсақ моншақтардан кестеленген. Мынау енді павлиннің біткен кесте, бұл да пайеткадан кестеленген. Бұл біткен. Размері 30-да 40 па, 40-да 50. Мынау біткен жұмыс қорқытада өте ұсақ моншақтардан кестеленген. Мынау сәбиін құшағына алып тұрған ананың бейнесі бейнеленген. Пайеткамен ұсақ моншақтардан кестеленген біткен жұмыс. Мынау қазақтың ұлттық өнері, қазақтың ұлттық аспабы бейнеленген кесте, ұсақ моншақтардан кестеленген. Бұл Қызғалдақтар фестиваліне қойылған жұмыс, бұл да біткен жұмыс. Ал мынау қазақтың ұлттық киімін киген қыздар ұсақ моншақпен бейнеленген біткен жұмыс. Ал мынау көктем деп атаса да болады, ана деп атаса да болады. Біткен жұмыс ұсақ моншақтармен және пайеткамен бейнеленген ананың бейнесі салынған кесте. Біткен жұмыс. Ал мынау Жамбыл облысының 85 жылдығына қойылған жұмыс. Жамбыл облыстық әкімшілік ғимараты бейнеленген. Бұл да ұсақ моншақтармен, пайеткамен кестеленген жұмыс. Бұл да біткен жұмыс. Бұл бисер кестелерінен есеп беру видеом.